неге алаңмын, артыма неге қарадың? Қай жерге жетіп тоқтармын, елуден асып барамын. Елуден асып, елуден асып, елуден асып барамын. Елуден асып, елуден асып, елуден асып барамын. Samgap jelede Ketim de bağdaysın, jetim de kalmaysın. Suyum desem de yandaysın, ey konurakta sandaysın. Ketim de bağdaysın, jetim de kalmaysın. Suyum desem de yandaysın, ey konurakta sandaysın. Ayarasta komur tüstü onattım. Ketim de bağdaysın, jetim de kalmaysın. Suyum desem de yandaysın, ey konurakta sandaysın. Ketim de bağdaysın, jetim de kalmaysın. Suyum desem de yandaysın, ey konurakta sandaysın. Ketim de aldaysın, jetim de kalmaysın. Suyum desem de yandaysın, ey konurakta sandaysın. Ketim de aldaysın, jetim de kalmaysın. Suyum desem de yandaysın, ey konurakta sandaysın. Ey konurakta aldaysın.
Сіздерге құрдастарына ерекше рахмет алғашымдан. Отырған ешкім жоқ, бәрі түрегеліп билеп көтеріп жатыр. Рахмет. Қызыл өрік, одан кейінгі кімнің Дореми фасилиясы бар, Дөрағайдың. Содан кейінгі жаңағы Сәрсенбайдың қызы итті кезінде қит болған өлеңдер. Бізге тос берген кезде ескертіп қоямыз осы мейірманға. Сондай қит өлеңдер жібересіз, билеп шығуға тиіссіз деп. Сол есімізге түсіп жаңа есімізге салып жатыр ғой. Рахмет көп. Өнеріңізді әрқашан өнеріңіз тек қуанышқа бір мезгіл бөлеңіз. Алла болса жүрегіңнің жартысын тауып, жамбылдың жасына жетіп айналайын көндеріңіз деп саған мен тілек айтамын. Бәрекелді, рахмет. Тышталайық ағайын. Бейбіт аға, бізде сіздей ақынбыз, сөзге келсе батылмыз. Ендігі келесі кезекте қазір интернетте ақтарып, Кугли туралы ән іздеп жатырмыз дейді. Ал бұрғыш көндеріңіз. Рахмет. Бәрекелді. Брау, Бейбіт ағамызбен Бейіс ағамыздың атынан деп жатырмыз. Тамаша әсем ән. Әрдеп тойымыз көтіп жатқан бауырымызға. Рахмет. Бәрекелді ағайын, бір тамаша билеп, бір серпіліп қалсақ. Сәт тынышталып отырайық. Ағалар, жеңгелер, әдемі аппақ лебіз-тілектерімізді жалғай отырайық. Қырықтың бірі қыдыр, мыңның бірі уәли, сөз сөйлейді төрінде мың жылдық құда-құдағай деп жатырмыз ағайын. Бір топ құда-құдағайларымызды, құда-бала құдашыларымызды құрмет-қошеметпен ортаға шақырмыз келіп тұр. Файзолла құдамызбен бақыт құдағай, жеңіс құда, күміс құдағай. Берік құда, сұлу құдағай, Сағия құдағай, Амангелді құда, Ербол, Айзада құда-құдағайларымыз, Нұрболат құда, Бақтығыл құдағай, Жақия құда, Арайлым құдағай, Васия құда мен Гүлмира құдағай деп жатырмыз. Құда-құдағайлар, бұның ішінде құрдас құдалар да бар екен ағайын. Бармыз ба? Ал кеткендеше, тойымыздың төрінде отырған. Құда-құдағай, құда-бала. Жұлдыздай жалындайсың ба, еркімді табасың ба, мен қалай болсам да солай, бағымды қабылдайсың ба. Я, әнім осындай, я, барым осындай, жадырап жүрген сені, өмірімді мен табасың. Я, әнім осындай, я, барым осындай, жадырап жүрген сені, өмірімді енді мағынасындай. Ал кеттік мына, Ербол құда, шықтыңыз ба? Ал бір 30 секунд дискотека құдалар бармыз ба? Қыз өсті құдағи, екі жасы бас қосты құдағи. Қыз өсті құдамыз, мың жылдық болайық құдағи. Құда болсаңшы да, құдағи, сол кел мына бей. Құда болсаңшы да, құдағи, сол кел мына бей. Ай, бәрекелді. Рахмет, құдалар, құдағайлар, құрдас құдалар, баршаңызда қош келіп жатсыздар. Жақындап тұрайық, лебізінде көздеріңізде. Бәрекелді. Нұрлан аға, қош келдіңіз. Сіз кешкен жоқсыз, біз ерте бастап жібердік просто. Ал, қош келдіңіздер. Құрдастар, сәлбат тынышталайық, тілек тыңдайық. Ассалаумағалейкум, Тошыға. Тілек тыңдайық. Осы ауылеттің жақын жоқ тұма туыстары қаламыздың ең жас мерейтойларыңыз құтты болсын. Дастархандарыңыз жақсылыққа, қуанышқа жайыла берсін. Ал енді құда, бүгін келіп жеткен 50 жасыңыз құтты болсын. Деніңіз сау болсын. Құдаға екеуміз
жеңдеріңіздің қызығы бар, ортасында үлкен бәйтерек болып отыра беріңіз. Енді заманыңыз тыныш, аспаныңыз ашық болсын. Барлық қонақтар бәріңізге де амандық тілеймін. Мына енді толғалы тұрған 73 туған күндеріңіз құтты болсын. Толатындарыңыз бар, толғандарыңыз бар. Жалғастырады ғой. Құтты болсын Құда жасыңыз. Құрметті той шауым, мына енді бүгін Нұрпейіс Құдамыздың елбасына қош келіп жатсыздар. Құда енді үй жасыңыз құтты болсын, жасыңызға тола беріңіз. Құдағыз айтқандай аман есен, Құдағыңыздың, елдеріңіздің қызын көріп жүре беріңіз. Жұмысыңыз жемісті болсын, Құдаға екеумізді бірлестіктер атайыңыздар. Алай уақытта сізді сақындар тұрғына жақсылық болсын, аман болайық. Құдай жағын көп, сәлем айтып. Құдай, Құдастар жаға. Құдай жағын көп, сәлем айтып қалды, екі өкеш көтерілді, бәрінде жанды. Ыңғай болмағасын, солай емет қойды. Айыппейіз. Аман болайық, еліміз тыныш, ұлтымыз аман болсын. Жаңа айтып жатқан енді құрдастары сіздердің енді тез өткен үй жастарыңыз құтты болсын. Олардың бар, енді отқандар бар. Жақсылықта десек, тағы туған күніңізбен құтты болсын. Құдай, құтты да тақаларыңыз болсын. Құдай елу жатыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Құдаға екеуіңіз жастықта әдемі қатайыңыздар. Қыздарыңыздың, күйеу-балдарыңыздың жиендерін қызығын көріңіздер. Қасында деп бәйтерек болып отыра беріңіздер. Денсаулық тілеймін енді. Елуге толғандар, толмағандар, бәріңізден құтты жастарыңыз болсын. Елу жас, жақсы жас қалды. Бар жақсылық тілеймін енді. Сыйлығымыз ақшалай 50 000 теңге. Бәрекелді, жалғастырайық, тыңдайық ағайын тілектерімізді. Тойшы қауым, бәріңізге қош келдіңіз, қуанышты мерейтойға. Құдай ердің жас 50-ге толып жатсын, құтты болсын. Сізге денсаулық, бақыт. Құдағаймен бірге ұзақ өмір, мына жиендеріңіздің қызығын көріп, бақытты өмір сүріңіз. Жаңа айтылған тілектер бәрі қабыл болсын. Жасыңыз құтты болсын, жасыңызға тола беріңіз. Өздері Құдаға екеуіңіз немерелеріңіздің, жиендеріңіздің, қыздарыңыздың, күйеулеріңіздің бақытына оранып отыра беріңіздер. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшы қауым. Енді бүгін бәріміз Ерғаламдықтар әулетіне қош келіп жатыр. Енді осы ұрпақпен біз бірінші класстан кішкентайымыздан бір жыл ойнап бірге өскен класстастарымыз бір жағынан енді менің ағам Нұрпақтың белнемері апасы Гүлмира айналып отқасын құдалықта болып жатыр. Оппан дейтін ағам содан енді құдалықта болып келеміз. Ал енді барша Ерғаламдықтар әулеті құдалар енді қуаныштарыңыз анық болсын. Кенжетайларыңыз Нұрпейіс құрдасымыз, құдамыз 50-дің еңсесін етіп жатыр. Ел ағасы ол. Ал құда Нұрпейіс Нұрпақ құда деп айтамыз. Жасың құтты болсын, денің сау болсын. Мына ек қызғалдағың көрінген жиендерің қызығын көр. Жазир екеуің бірге осылай ортамызда жарқылдап жүре бер. Енді Нұрпақ жайында айтатын болсақ, ол топ энциклопедия жазуға болады. Ол біздер алдында 40 жасқа толғанда 40 жасында да айтып едім.
сен бұл өмірден кететін болсаң артында бірталай жазатын айтып жүретін нәрселер бар, артында поворот бар, айтып жүретін оғай энциклопедия жазатындай айтып есте алып тарих бар. Біз өсек артымызда емес, ештеңе жоқ деп. Сондықтан да ал Нұрпақ бауыр осылай тек жарқылдап жүре бер. Ана бір қызық несін айтып кетейін. Ауылда тұрады ғой өзі, таксометр қалаға кіріп кетканда сырымда туамен ненің мойнында, Гагариннің мойнында іргіріш тұрады ғой. Светофор жоқ, мына бетсе Нұрпақ бауыр қасына тұра қалып қайын. Брат, мені шақырдың ба деп айтып. Сол сияқты сондай қызықтары көп Нұрпақтың енді айтып жүретін. Ал енді осылай тек жарқырда ортамызда жүре бер. Денің сау болсын. Айту аққойын қанша не айтса да айтуыр. Бір риза болатын, ішінде ештеңе ұстамайды. Айтатын, айтып тастайды да бір жақтап жүре береді. Ол басқа ештеңесі жоқ. Соған ризамын. Ал өмір жасың ұзақ болсын, жасың құтты болсын. Құрметті Нұрпейісқада бүгінгі мына жасыңыз құтты болсын. Жастан жасқа тола беріңіз, Құдаймен бірге бір жастыққа қартаймыз. Қыздарыңыздың, жиендерінің қызығын көріп, ұзақ та бақытты өмір кешуіңізге тілектеспін. Тек қана дастархандарыңыз жақсылыққа беріп, тойларыңыз тойға ұласа берсін. Тыңдайық ағайын құдаларымызды. Ал жақсы, құрметті тойшы бол. Қош келбәтсің бүгін кешке. Құдабай. Қайырлы қималарыңыз болсын. Жастарыңыз Алланың берген жасын жасап, Құдабай екеуміз өмірдің қызығын көре беруге тілектеспіз. Құрметті құдалар, құдаша, құдабайлар, қайырлы қималарыңызбен сіздерге де осы неке жетелеріңіз елуге келіп жатыр. Айтып жатсыздар, керемет қызықты әңгіме. Құданың айтқандай қызығы көп енді. Айта берсек бүгін кеш жетпейді. Тыңдай. Ең сау болып алдымызда жарқырап жүрмесін құдамыз. Құдамыз деген ауызда ұшы артына күн көрінеді дейді. Көрінбейді ол яғынан. Бірақ аппақ еді, жүрек ақ. Құдай енді. Жиен қыздарыңыздың кейуалдарын қызығы көріңіз. Қалған жерге шүгілі, сейбетшесі. Аман болайық бәрімізде. Осы тойшы бол. Құдалымыз мұзындық болсын. Ассалаумағалейкум, қадірмен тойшы қауым, құрметті ағайындар. Түгел сөздің тәуірі Тываташын байқып едемекші, бұның сөздің тәуірі Нұрпейіс құдамыздың 50 жасы. Құрметті құдағай, қайырлы жастарыңыз болсын. Бұл бұрын Ерғалап Нұрпейіс болса, қазір Нұрекең болып жатыр. Шағай. Құда құтты болсын, құтты жасыңыз. Әке шаңырақтың тірегі, ана жүрегі, бала тілегі дейді. Осы шаңыраққа тірек қалдың. Әкелік мейірімділігіңді бердің. Ұлы қыз өсірдің. Өздері аналық махаббатыңмен осы ұрпақтарыңды көбейтіп жатсың. Алла сіздерге тек қана жақсылығын берсін. Қазақтың бір байлығы баламен шектеледі дейді. Бұл қыздарының қыз кейуалдарының қызығын көріп жүре бер. Жасына қосыла берсін. Әрбір адам сыйлағанның құлы дейді. Осы отырған барша ағайын сыйластықтың арқасында тұрмыз. Осылай сыйластығың жалғасын таба берсін. Тойың той боласа берсін. Осы отырған барша құрдастарға, ел жастарыңызбен келіп отқан құдаларға, сіздерге де Құдай қосса құдалар, пайғамбар қосса дос болар еді. Құдай қосса құда болды, құдаларыңыз мың жылдық бол жалғасын таба берсін. Пайғамбар қосса дос болар еді. Өстеріңіз кеңейіп, жапырақтарыңыз жайқалып, тамырларыңыз тереңге жайыла берсін. Жақсы күндерімізге кездескенше барша ағайындар, Құда 50 жасын құтты болсын тағы да. Амандықта, есендікте, балықта деп, жақсы күндерде кездескенше. Рахмет. Таныстырып кетейін деді. Файзулла құдағын жолдасы құдағай, бақыт құдағай, бейістің қайнағасының жолдасы.
Bak, yemeklerimiz Kazık bilmedim. Жаңғыра Өрген қызымыздың ең қызақымыз құдағай. Аман келдін ода. Есінші ай. Екінші қызымның жолдасы. Құдағайлар айтты. Құдағайлар айтып отырмын мен. Ал енді мынау Тамада жылға сайналайын, атадай жақсылық туса елдің туы болады дейді, өндерің істейміз. Жас күндері көзгеше творчылық табысқа жете берейін. Сөйле шақырды бұтты? Жаңа құдамыз деп, мың жылды құда болайық бәрімізде. Жаңа таныстырды ғой үлкен Файзолла құдам мен Бақыт құдағай, Жеңіс құдамызбен Күміс құдағай, үлкен Арқамызбен үлкендің аты-несі. Дина кіші қызымыз сол Рахым папасымен құдамен құдағай, Берік сұлу құдамыз. Енді біздер байырғы құдалар дейді ғой біздер мына күндерді. Жақия құдамызбен арайлымында өздері бір-біріне құда болып келеді. Мына тоже апа жездемнің үлкен інісі бар. Сонымен өзіміз бір доспыз, араласпыз, құдамен құдамыз жұмыста. Біздермен құдас күні кеше толды, 50-ге, ол да толды. Сіздермен құдас, 50-ге толды жастарымыз. Мен негізі мына бейбіт деген мен жездем болады, Күндар деген апам, ұруымыз Артеке, Дәуқара боламыз. Мына Жақия дейтін біздің майдатемізден қуғанда бұда. Айттым ғой, аман келді. Енді болды, енді Нариман көкемізден қуғанда. Дұрыста болады. Енді жаңа Нұрбат дейтін менің балсым, сондықтан да құда болады ғой. Ал бұл ара жігін ашып айтты, кім қалай құда болатынын. Ал қош келдіңіздер, құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Естелік суретке түсіп алайық. Бәрекелді. Қазақ вальсін король атанған Шәмші ағамыздың әндерінен попури болсын. Мынау сырттағы ағаларымыз орындарына жайғасып алғанша, төрт көзіміз түгелдей жайғасқанша бір тамаша вальс әні болсын. Қабыл алыңыздар. Шәмші әндерінен попури. Қосылам деушілер болса микрофон береміз ағайын.
орындарымызға жайғасайық. Алдағы ыстық тағамдан алып отырыңыздар, той сусындарынан құя отырыңыздар. Әдемі әппақ лебіз тілекпен бажалар, апалар, қайнаға, жеңгелер шақырымыз келіп тұр ағайын ортаға. Сәрсенғали ағамыз бен Мәншүк апамыз, Берік аға, Рай апа, Нұрлан, Роза есімді қонақтарымыз, Қадырбек мырза, Назгүл ханым, Әлішер мырза, Салтанат ханым, Балжыбек және Инабат деп жатырмыз. Ал құрмет қошеметтеріңізбен тамаша маэстромен бажалар, апалар, қайнаға, жеңгелер. Бажалар, апалар, қайнаға, жеңгелер, қош келдіңіздер. Тілек өздеріңізде. Келе жатқан өткендері, келе жатқандар бәрін жастан құтты болсын ал енді. Ал енді баша, құтты жасың болсын. Бүгін енді жарты ғасырдың 50-ін толтырып отырсың болды. Ұзағынан болсын бәрде. Құдалар бәрі баршаң. Мұнда енді ағайын, апа, сіңлілер бар дейді. Күйбалар бар. Баршаңызды бәрін қош келмесіңдер. Дастарханына әзірлеген. Балсыз енді көп рахмет. Үлкен дастархан жайып болсын. Енді інчекте кенже болады. Башада да кенже болады бұлай қарауында. Далай енді далада жүрдік, далаға жүрдік, олар екен бажамен. Үйде olursa soğuk olmalı. Bir bayağı bacağın bütün olmasın. Olsun. Sınırımda kalay жақсы көремін, сені де солай жақсы көремін. Тек қана денсаулық тілеймін, аман жүрің ортамызда. Көре бер. Бір жастықта қатайыңдар. Алланың берген жасына жет. Еліміздің тыныштығын берсін. Осы отырған осы жердегі тойшы қауымдар бәрімізге де денсаулық тілеймін, амандық тілеймін. Менен кейінгі қыздар қазір таныстыра өтер енді. Денсаулық тілеймін, аман бол, аман жүр, құтты жасың болсын. Қайырлы кеш, тойшы қауым. Бәрімізге тыңдай қарайды. Үйіндегі үлкен тойға қош келіп жатырмыз. Бір ғаламдықтардың кенжесі келіп, мамасының баласы дейін, мамасын іздеп көре қалдық. Қолынан шай ішіп, батасын алғанымыз бар. Енді Нұрпақ Бажа, құтты болсын жасың, ең біріншіден ел ағасы қатарларына қосылуыңмен аман жүр. Мінезі ақ жарқын, өздерің білесіңдер, ақ көңіл, кішіпейіл өзі. Марадан бері айтып отыр, Нұркөйс қояншықтау деп. Біздерге қояншықтың көрсеткен жоқ. Өзінің қызметін атқаруда. Кіші Бажа ретінде құманмен шылапшын ала келіп, алдымыздан. Марадан бері тарихтарын айтып отыр ғой. Жаңа танысқан тарихтарын бізде айтайын. Бір қояншықтығы болды енді. Қояншықтығы емес, қазталып көтеміз бәріміз Бажаның үйінде үлкен шайырағында қонақтамыз. Сонда жаңа танысып отыр, енді екеуіміз здорово ғой енді. Бірінші бәріміз сыйлап отырып, содан кейін тынышталыңдар. Мұнда бірінші стайт үлкен Бажа, екінші стайт мен деді ғой.
Ақш мырза артта сосын. Аман жүр, ең бастысы. Денің сау. Қыз келіп отырған жиендеріңнің қызығын көріп, бірге аман есен. Жазира екеуің қосаларыңдар. 73-тер бейілдеген 50-ге толып атсыңдар. Айқай 50. Жастарың құтты болсын. Жастан жасқа, жылдан жылға тойларыңызға бір-біріңіздің қатардан қалмай, жұптарың жазылмай, бірге жүре беріңіздер дегім келеді. Аман жүріңіздер сіздерде. Енді мына жерде танитыным мен құдалар. Сіздерде қош келдіңіздер. Әрдайым осылай төрден көріне беріңіздер. Аман жүріңіздер. Баршаңызбен танысқаныма өте қуаныштымын. Танитын дегенімізді Жақия деген інім бар. Ол деген біздің гимназияның ата-анасы болады. Мен оны ағам білмеймін, ол кәсен екен. Мен жаңа айтып өтті ғой, қызы деген БР деген ұмытыдан 126 бал жинады деп. Бұл Фатима қызымыз деген онымен қоймай 2 жыл қатарынан біздің облысымыздың пән олимпиадасы ең басты мұғалімдер болса мына жерде біледі ғой, пән олимпиада деген оқушылардың ең басты додасы. Сонда деген облысымызда топ жарып, 2 жыл қатарынан республикадан жүлделі орын алып, биыл енді алтын белгісін қорғап, жаңа әкесімен сөйлесіп едім, Нарикбаев атындағы қазгео дейді, таңдап отырғаны, құқықтану. Енді талабынан нұр жаусын, аман жүрсін ең бастысы. Адам құтты болсын, тірі өзден аман болсын. Енді бәріңізбен тағы да танысқаныма қуаныштымын. Әрі қарай білсеміз де ойлаймын. Аман жүрейік. Тағы да Нұрпейіс, жасың құтты болсын. Ай бәрекелді. Жалғастырайық. Олен жастығын тойшы болым. Бәріміз дейін дейтін бүгін дейтін нұрпақ күйеуі осындай бір жарты ғасыр жасаған өміріне қош келдіңіздер. Той дейтін той боласа берсін. Мен нұрпаққа не айтамыз? Деніне саулық. Осылай тек қарындасым екеуі бірге қатайық. Енді мына артында қыз күйеуі бар, жиендері бар, солардың қызықтарын көріп жүре берсін дегім келеді. Енді нұрпақ дейтін басын иген жігіт емес, бәріңіз де білесіздер. Енді оның тентектігі дейтін мол. Расын айтсам, түнде дейтін мен шындығын айтайын. Баяғыда бір 2010 жылдары бір ауылда дейтін бір квартира тұрғанда нұрпақ дейтін досыммен келіп қуанда. Ол үйде мен пері бар екенін білмейді екенмін. Нұрпақ дейтін таңғы 4-те үндемейтін демей боп-боз болып кетіп қалды. Маған айтпай. Содан кейін бір жұмадан кейін айтады, мен бас жағымда бір кемпір отыр. Ал, ол кемпір қайдан келіп білмеймін. Мен айтам, может, Назгүлі бар деймін ғой, жеңгесін. Жоқ, басқа дейді. Содан кейін біле-біле келсек, ол дейтін, қасында дос айтады, телефонын өшіріп дейді, музыка қосыла береді дейді. Ол неге қосылады дейді? Мен айтам, Нұрпақ болар онда, музыка тыңдағысы келіп жатқан бар. Жоқ, ол емес дейді. Басқа біреу дейді. Нұрпақ айтады, сіздің ауылда шайтан бар, мен келмеймін дейді. Жоқ, біздің ауылда шайтан емес, біздің ауылда кіммен бақытты адамдар бар. Кербеков ауылында. Ал Нұрпақтың любой жұмыс жасаған жердің бәрінде бұл өзі шайтан бар. Сол, иә. Енді не айтамын? Үлкен құда, бейбіт құда, мынада 5 құда бар. Міне, әншектеріңіз дейтін бүгін жарты ғасыр жасап жатыр. Осы өмірі ұзақ болсын. Алла тағала қанша ғұмыр береді, соны жасасын. Бақытты болсын, қарындасым екеуі енді дейтін. Мына тойшы қауым, мына толған жігіттер бар мына арада. Бұл жасқа жетпегендері де бар. Енді жеткендері де бар. Енді бәріңізге де келе жатқан мына мерейтойларыңның, өткен мерейтойларыңның құтты болып, балдарыңның бақытты болыңдар бәріңізде. Мен мына үншегім бар, мен досым сіздің ауылда Қамбар деген. Соның інісі отыр мына арада дейтін. Өткенде танысып едім. Өкім, аман бол, сау бол, қайда жүрсеңдер. Бәріңізде бақытты болыңдар. Тыңдай. Құрметті енді бүгінгі мынау Нұрпейіс пенен Жазираның қонақтары. Бүгінгі мынау
екеуінің жайылған дастарханынан қош келіп жатсыздар. Бүгін бір Мақсим құда мен Зайда құдағи бір аунап жатқан шығар. Өйткені бұл нұрпақ айтып тұрып қой. Өзгеше бала болып өсті, оны өз ағайындар да жасырмайды. Үнемі жиналған жерде, қай жерде болсақ та осы шаңырақтың құдағайлары, құдашаларымен болса әңгімеміз осы әйтеуір нұрпақтың қызықтары ғой. Бұлай қарасаң бір түрлі есерсоқ сияқты болып көрінеді, бұлай қарасаң бір шәлкез мінез болып көрінеді. Бірақ қарасаң соның бәрін нұрпақ өзінің шынында да аңқаулығымен істейді ау деймін. Кәдімгі айтады ғой, мына есіміз кетіп қалып, біздер ең біріншіде Жазира тұрмысқа шықты деп келді ғой. Аузымызды ашып, кәдімгі сосын Жазираға айтамын, сен ауылда да осындай бала табылатын еді ғой, мына қайдан тауып алып келді. Жоқ, шыны керек. Ол кезде нұрпақ вообще өзгеше болды. Өзге болды. Себебі ол сөйтсек, құдағайдың арқасында екен сөйтіп жүргені. Енді келіп күндер өтеді, құдағай дүниеден өтеді, сөйтсек нұрпағымыз үлкен азамат, кәдімгі достары көп, өз ортасы бар, өзінің азаматтығы бар, бөлекше, кәдімгі ел сыйлайтын азаматтығын көрсетті ол. Ерке өскен, айтады ғой, бір үйде бір ерке болады. Өйткені ол ерке емес, ол бала жарым болып келеді ғой енді. Солай, қазақтың әуелден айтатын бір үйде бір жарым бар дейді. Сөйтсек біз ойлайтын едік жарым дегенге. Ол жарым емес. Ол еркеліктен солай істейді ғой. Өйткені ол әлі бала, әке-шешесін солай етіп тастаған. Біздің үйде де сондай бар. Біз 6 қыз бір баламыз. 3 қыз, 3 қыздан кейін ұл, содан кейін 3 қыз. Золотая середина дейді ғой. Бұны Қадырбек солай бізде де тентек болды, ессіз болды. Ол таңертең тұрады да, ол бұрын жігіт кезінде, енді қазір емес. Барғысы келген жаққа кетіп қалып, қайда екенін білмейді. 2-3 күннен кейін келеді. Оған сен қайда бардың деп ешкім ештеңе сұрамайды. Сұрауға қақымыз жоқ, одан тек кемпірмен қарт сұрайды. Ал содан бірдеңе айтсаң, ана бала жоқ қой деп әке-шешесі оған айтады ғой енді. Менің әкем мен шешем сендер десе қарт пен кемпір ренжиді. Онда сенің балаң болды ғой деп шын керек. Оны ешкім тізгіндей алған жоқ. Даже 6 қыз біздер тізгіндей алған жоқпыз. Өйткені ол қарт пен кемпірдің баласы солай өсті. Ол қарт пен кемпір кеткеннен кейін есуас болып, ешкімді тыңдамай, баяғы өздігімен жүре береді. Күндердің күнде әке болады, күндердің күнде қыз береді, құдағи болады, тосады. Содан кейін барып олардың өздерінің орнын тауып, сөйтсе олар дейтін шынында да ол аңқаулық емес, ол есерсоқтық емес, ол шынымен де ата әжесінің баласы болып, ол елге сыйлы болады. Өйткені қарт пен кемпірді ел сыйлайды. Ел сыйлаған соң ауылдағы бір қарт пен көзіміз көрген баласы ғой деп халық сыйлайды оны. Оның көздеріне тентек сияқты көзіне көрінгенмен біздерге қайдан білейік енді шында да. Содан күндердің күнде өсті, өнді, құдасы болды, құдағи болды, қазір ер азаматтың бірі. Ол қазір осы өтірік болмас, мына жолдастарының бір шамасын танимыз. Еш уақытта жолдастарын жолда қалдырып көрген жоқ Нұрпейіс. Түнгі сағат 3 болсын, таңғы сағат 5 болсын, ұйқысынан тұрып, Жазираны тастап, жалғыз қалсаң жазылған, Жазира сол жерде өліп кетсе де бар бір, я ауырып жатсың, шығады да соған кетеді. Келгеннен кейін сұрайды ғой, Жазира күннің құрбанында бір күні келіп жатса, Нұрпақ білмеймін, тұрып кетті дейді. Ана жерде көрші тұрдық. Жоқ, сосын айтамын, қайда кетсін ол Нұрпақ келеді, не? Біреулермен жүр дейсің ба деп, біреудің машинасы сынып қалған, біреудің бірдеңесі сұлқан. Әйтеуір қай-қайсында осында отырған өтірік болмас. Күнде бастарыңа бірдеңе түссе, басқа болмаса да Нұрпаққа сенің Нұрпаққа звондайтындарың анық. Әңгіме. Сондықтан айналайын, аман жүр, қайда болсаң да. Біздерге бір келіп жүр, жаңа қызықтарын айт дейді ғой. Бәріміз мына Барбастауда тұрамыз. Үлкені жаңағы мына Сәрсенғай мен Мәншөк. Бұл да қарт пен кемпірдің қызы болды. Одан кейін менің жолдасым Берік дегенді құдалар таниды. Ол қазір жұмыста. Мен айтам ғой, постоянно кімге айтады бақ. Мен жұмыста жүргенде сен қонақ шақырасың дейді, мен айтам өзімнің салымыңнан гөрі аузыңның деп. Жібере алмайды, олар да бір 7 күн істеп вақты болғаннан кейін.
Ал содан кейінгі менен кейін қыз Роза, Нұрлан, Роза міне содан кейінгі Қадырбек міне інім Назгүл қыз күйеуі Астанаға алып кеткен кішкене демалып қайт деп сонда. Содан кейінгі Қадырбекпенен Назгүлден кейінгі Салтанат, Әлшер деген күйеу аламыз бар, Жәнібектің Сүңгөлінде тұрады. Одан кейін Балжыбек жұмыста жүр, келе алмады, қызы инабат келмей отыр бойында. Одан кейін ең кіші Жазира. Екеуі де үйдің кенжесі. Біздер құдалыққа бірінші рет барып отырдық, сонда осы бейбіт құданың сөйлегені әлі есімде. Әй, осы ес алаң бала дейді. Біздің құдаларымызды, құдағиларымызды олай күткен жоқ. Мына кемпір дейді, өзінің шешесін айтады енді құдағайды. Ана тезек бар ғой, үйіп қоядық бүйтетін да, кажется, сол сияқты. Соның үстінен дейді, біресе сарайдың үстінен шығып, құдалар жоқ па деп сағат 3-тен бастап қарады дейді. Кешке дейін 10 түсіп 10 минут дейді. Біздерде енді құдағай не тұр ғой. Сонда Нұрлан құданың сөзі есімде қалыпты. Құдағай дейді, ол да құда жоқ енді. Сізге рахмет, осындай қыз тәрбиелеген үшін. Осы ауылда бірінші таңғы 5-те тұрып, сиыр сауып, сиыр айдап жүрген Жазираны көрдік дейді. Келіндердің ішінен дейді, енді одан бұрында болған шығар. Мүмкін біздерге де құлағыма сондай жағымды дейді. Әрине, мен қуаныштымын сіңілімнің осындай шаңыраққа барып, осындай әлі де оң мен солын айырса да балалық шағы әке шешенің кәдімгі тәрбиесінде ол құшағында болып, әлі де сол неден арылмаған уақытта бір-бірін тауып, осылай осындай күнге жеткізген әрине екеуінің бір-бірін тыңдай білгені. Сіздерге есерсоқ болар, сіздерге жаңа айтып атым шәркесте болар, бірақ еш уақытта Жазираның алдынан шығып көрмепті бұл Нұрпейіс. Мен бәрін біліп отырамын ғой. Жазира дейтін біздің үйге келеді, мен айтам, осы жұрттың бәрін біздің үйге келіп ұрысып кететін жерлерін деймін ғой. Екеуі айтысып болады да тез ренжіп қалады, бірақ қайтымы тез. Көз алар кетеді. Бірдеңе. Дым түсінбейміз, бірмесінде екі-үшті болып отырады. Білмеймін, дәді айтады. Әйтеуір Нұрпаққа қарайта бірдеңе істейіп болды. Жым-жым Нұрпақ содан кейін. Әрине, ол әйелден қорыққан емес, біреудің шаңырағында жолдасын тыңдап, бір-бірін тыңдағаны. Олай болса мен ойлаймын, сіздердің де шаңырақтарыңызда той болсын, аман болыңыздар. Құдағилар мына осы шаңырақтың үлкені бейбіт. Құдағи екеу, Гүлнар құдағи екеуіңізге де рахмет. Мына жерде қарындастары отыр, қарындасымен күйеу баласы. Мына жерде апа жездесі отыр, екі ағасы отыр. Бауыр дегенде жанын береді Нұрпейіс. Бауыр дегенде білмеймін, бөлек көреді ғой. Мейлі олар 10 жерден ұрысып келеді. Көбіне Гүлнар ұрысады бұған, мен білем. Ашуланғанда маған келеді. Артынша сонда да аға жақсы тәтемнің үйіне кетеді. Қайда жүрсің десем, тәтемнің үйінде жүрмін дейді. Әй, маған келіп, онда неге өкпе ренішіңді айтасың деймін ғой. Жаман атақтайды оларды деп ұрысып. Қанша айтқанмен бауыр ғой, олар жаман болсын деп айтпайды, қай-қайсымызды айтамыз. Бірақ қазір өздері бала тәрбиелеп, қыз күйеу көріп, жиендерін көріп, осындай дәрежеге жетіп отыр. Мына сіздердің жаңағы өзінің жаңағы авторитет дейді ғой, абыройы бұл. Осылай сіздердің бір төрде отырғандар. Алды Атыраудан, арты Ақтөбеден келіп отыр. Әрине ол сыйластық қой. Егер Нұрпейіс сендерге ондай сыйлы болмаса, сіздер нағыласыздар ол Нұрпейісті. Сондықтан не айтам, бәріңіз де аман болыңыздар. Осындай жақсы дастарханда кездесе берейік, Нұрпейіс айналайын. Денің сау болсын, азаматтығың арта берсін. Сенен көрген жақсылығымыз көп әрине, көп. Оны жасыруға да болмайды, бізге де жазап жатсың арасында, артындағы балдыздарына да көмектесіп жатсың. Бәрі осымен ойнайды, тіпті біздің балалардың баласына дейін осымен ойнайды. Жақсы көреді өзін дейтін. Сондықтан жасыңа жас қосыла берсін, жердің қақ ортасында тұрсың, ертең таңертең тұрғанда, қазір 12-ден келген болған шығар. Уже бір адым аттадың ғой енді, 50-ден асып. Жасыңа жас қосылсын, денің сау болсын. Денсаулық болса бәрі де болады. Екеуің бір жастықта қартайыңдар. Бәрі осылай отырса, бір жастықта қартайыңдар, бір жастықта қайтарында істе, біреудің немересі келіп, ата, әже, үйлерінде басқа жастық жоқ па? Неге олар бір жастықта қартайып жатсыңдар деп айтады дейді. Ол қазақтың әуелден келе жатқан мақалы. Сондықтан дендерің сау болсын, жиендеріңнің қызығын көріп, қыз
күйеу бақытын көріп, құда-құдағайлардың арасында, ағайын ауылдардың арасында, достарының арасында беделің арта берсін. Не айтамыз енді? Жасыңа жас қосылсын, бәріңіз де қош келіп жатсыздар. Рахмет, уақыттарыңды бөліп бергендеріне. Менің күйеу балам дастарханына келіп отырған. Енді бәрі де жаңа айтып кетті ғой, жақсы тілектер. Енді менің 3 апам, 3 жездем, 2 сіңілім, күйеу балам, 1 аға жеңгем бар. Енді біздің ата-анамыз ерте кетті, бірақ жұптарымыз жазылмай. Осы апаларым, анашым, әкелерімнің орындағы жезделерім, Нұрпейістен ол біздерді әрдайымда қайынбекелер деп сыйлайды. WhatsApp-тан шыққанда сәлематсыңдар ма қайынбекелерім деп әрдайымда атымызды атап көрген емес. Әркім өзінің сый-сипатымен. Тыңдай ардақты ағайын. Мен енді ерек келген жоқпын, 600 шақырым жерден. Жолдасым жіберді, бажасы бар, бүгін жұмыста сен өзің бар деп. Енді ең кенжесі әрбір баланың, әрбір адамның өзінің орны бөлек. Енді жақсылығын бөлсейін деп Нұрпейіс пен Жазираға 50 жасына келдім. Бүгін келдім, қазір өткізем 3-4 сағаттан кейін. Таңмен алтыда қайта жолға шығып кетем. Енді сол бір жақсылығын бөлсейін деп, өмірдің бар қызығы осындай жақсылық қой. Ұрпақтарымыз тек жақсылығын көрейік, жұптарымыз жазылмасын. Апа жезделерім, енді аға жеңгелерім, күйеу балдарым бәрі де аман болсын. Осы дастарханда кездескеніме өте қуаныштым. Мен Нұрпейіс пен Жазираның дастарханда әрдайым аға жеңгелермен, апа жезделермен, қарындас күйеу балалармен әрдайымда бір дастархан боламыз. Бір күн біз дейді ғой, әрдайымда жұптарымыз жазылмай, біздің ата-анамыздың көрмеген қызықтарын сол сіздер, үлкендер бәріміз де бірге көрейік. Өсіп бердіған ұрпақтары аман болсын. Көзінің ағы мен қарасында 2 қызы бар, жиендері бар, әдемі отбасы болып отыр. Төрде отқан құда мен құдағайлар бар. Өте қуаныштымын. Бұлардың да қыздарының жақсылықтарында бәріміз бірге болды. Тек жұптарымыз жазылмасын. Енді міндерде 73 қыздары мен ұлдары бар, толатындар бар, толып кеткендері бар. Баршаңызға да туған күніңіз құтты болсын. Барша тойшы қауымға, отбастарыңызға амандық тілеймін, жақсылық тілеймін. Тек күндеріңіз осындай той болсын. Еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын. Енді ұрпақ жастан жасқа тола бер, бар жақсылық тілеймін, адам берсе жақсы тілектер айтып жатыр ғой. Сол тілектердің бәрі арман мақсаттарын орындалсын. Аман есен, жақсылық, қуанышта кездесейік әрдайымда. Еңбектеріңізге табыс тілеймін. Бар жақсылықты отбастарыңызға амандық тілеймін. Көп рахмет енді. Бәрекелді рахмет, мынау тамаша тілек айтып жатқан біздің меймандарымыз. Қабыл алыңыз. Мына меймандарымыздың ішінде Рай апамызды көріп қатты қуанып отырмын. Мынау айтыс сахнасында Мұрадым Мирланов дейтін ақын бар ағайын. Қазақ айтысына құбылыс болып келген бүпши бандит, молдамын дейтін атпен Жақиян ағаш танисыз ғой. Мұрадым Мирлановтың кімге тартып ақын болып жүр десем, елесіне тартқан екен я. Осы кісі туған енесі деп жатыр жаңа. Мұрадымның бір айтыста айтқаны бар апа. Мен туған жер білесіздер, Жәнібекті, Жәнібек жұлдызымды жарық етті. Осынау Оралдағы айтыс үшін ауылдан жалдап келдім Әлібекті. Біз жаққа камрилер жүре алмайды, болмаса уазни бата білеттік деген. Және орыстарға қой демей, жолымызды жөндемей, нағып отыр Назарбаев атамыз дейтін шумағы және де бар. Аман жүріңіз. Осындайда жүректі жырлатып қой, ағайын тіл қатып қой. Ақынға ана болу өз алдына, ақынға ене болу да бір бақыт қой деп сізге берейін. Қаламыз. Рахмет, жаңа айтып жатыр ғой, ұрпақ кезінде шайтандардан қатты қорқатын еді деп. Бізде Ақырап дейтін ауыл бар, шайтан свет бар ол жақта. Жүрмейді сол жаққа шалқап жүреді бастайды. Қазір өсті ғой енді, өсті, өнді. Бұрын бұл кісі шайтаннан қорқса, шайтандарға бұл кісіден қатты қорқады дейді. Ал айтқан сөзді көкейге тоқытып ал. Құрдастардың бойында оты тұрар. Жаңағы кемпірі бар квартирге Жақия қажы нағашымда апарып оқытып ал дейді ағайын. Ал естері сөзсіз бар еді.
Сосын Мұрадым ақынның енесі тамаша ән айтады. Күйеу баласы ақын болғанмен енесі әншіген ағайын. Ханым Сұңғат мырза, Хадиша ханым, Алтай мырза мен Лейла ханым. Асхат, Айнагүл, Елбол, Қырмызы, Біржан, Мейіргүл, Асқан, Сандуғаш, Бекболат, Гүлай есімді қонақтарымыз. Өмір мырза мен Света ханым, Еламан, Гүлия, Жайық, Алтынгүл, Ерболат, Гүлмира, Жанар ханым, Жұбандық мырза мен Нариса ханым, Нұржан, Нұрлығыл, Нұрлан, Ақсаман, Сағындық, Қалампыр, Ғилым, Гүлмира деп жатырмыз. Ал құрмет қошеметтеріңіз, құрдастар, достар деп жатырмыз. Ал бәрекелді. Dostlar
ащы деп қоясыз. Екі бала жүзеге келсін. Көрінген неме шөберені қызын көрелердің шөберенің қолынан су ішсін дейді. Сол салып қояйық дейді. Өздерің шұнап тұрсың ба? Көп жидан сандамыз. Бірге оқып едім. Есім Рылым болады. Атыраудан келіп отыр. Бейсенбайдың баласымын, өлетпедегі. Шәкем, айт 20 жылдан кейін келіп отыр ғой. Мен 5 пен 11 жыл бірге оқыдым. Тек бірге болдық. Сабайт дедім кезде. Бойыма қарамай. 5 тапты десейші. Ол кезде жақсы еді ғой өмір. Не айтып енді, таңырпақ, мына жағдай айтып, елу жасқа құтты болсын, екеуіңді біргесінде ғой. Не айтып, бәрі жақсы тілеймін сіздерге. Осып айтқан бала шағанда, қызығын көріңіздер. Тек осындай тойда келсек бәріміз. Бәріміз осылай болсын, той болсын. Тоқтаймдар, жұп-жұп не сөйлесіңіз? Біз қайсы кімге келдік? Бұл не жұп-жұп келдік? Жұп-жұп не сөйлесіңдер бізге? Біздер ауыстырған, бойлаттар сөйлемеді, ауыстырған. Жоқ қой, жоқ, бұларда жоқ. Қырпақ таныстыралым, қырпақ таныстыралым. Бүгінгі Жазира, бүгінгі үлкен қуаныштарыңыз жағынан болсын. Менің есімім Айнагүл болады, мен Ақтөбе қаласынан келдім, жолдасым басқа. Нұрпейістің кластасы, 11 жыл бірге оқыған. Осы Нұрпейістің мынандай үлкен қуанышына бөлісіп Ақтөбе қаласынан келіп тұрмыз. Ал Нұрпейіс Жазира, тек сендерге денсаулық тілеймін. Әрдайым осылай арамызда жүре беріңіздер. Өз басым Нұрпейісті өте қатты сыйлаймын. Өзім сияқты прямой. Что-то не ұнамай қалады, сразу бетке айтады, маған сонысы өте қатты ұнайды. Жазира, сынап көрінген балдарыңыздың қызығын бірге көріңіздер. Той өте тамаша өтіп жатыр. Бәрі өте дәмді, өте бәрі жақсы ұйымдастырылған. Мен көңілімнен шығып жатыр, өте қуаныштымын. Осы келіп тұрған мына бүткіл 73-тің құрдастар қыздарға, жігіттерге барлықтарыңызға осындай жұғысты болсын деймін. Толмағандар, алда толатындар. Осындай тек жақсы, қуанышты дастарханда кездесе берейік. Көрген бейнеттеріміз осындай тек той, қуаныш болсын. Балдарымыздың қызығында, тойында осылай шаш бауымызды көтеріп жүре берейік. Әр уақытта осындай ұйымшылдықтарыңыз, достықтарыңыз ұлғая берсін, ажырамасын. Сол үшін алып қойыңыздар. Ассалаумағалейкум, тойшыларымдар. Жұртбақ құдасын әмісі жағында. Осы ерғалықты шаңырада қош келбасы бәріңізді. Ал енді Нұрбақ, жасыл тоғызды келіп өткенін. Енді бәрі жасыл айтып отырам. Сол бәрі қосамыз. Жиендерінің алдағы қыздан көріп жүре беріңдер. Елу жаста кезіп жүре берейік бәріңізді. Құтты болсын. Рахмет, құрметті тойшыларым, бәріңізге қош келіпсіздер. Нұрпейіс, Жазира бүгінгі қуаныштарымен жарты ғасыр өмір сүріп тастаған екенсің. Алдағы тек өмірің жақсылыққа тола берсін. Денің сау бол, жанұяңмен бақытты ғұмыр кеш. Кстати, жақсы сенің мінездерің айтып жатыр ғой, ағайын туған, айналайын. Сол тек жан-жағыңа жақсылығыңды көрсетіп, бақытты болып жүре бер. Достарың көп болсын, ағайын туған аман болсын бәрі деген. Қос қызғалақтарының қызықтарын тек көре беріңдер. Құрдастар, сіздермен де кездесіп жатқаным өте қуанышым. Жолдасымның құрдастары. Көптеген туған күнде жылдың басынан бері өтіп жатыр. Толып жатқан жастарыңыз құтты болсын. Толатындарыңыз аман есен келіңіздер осы жасқа. Аман болайық, осылай тек жұптарыңыз жазылмай. Біздің класстың қыздары, біздің класстың ұлдары болып аман есен жүре беріңіздер. Тармақымыздан қайбаттап жатқан
туған жер өлең тұғын деп. 5 жылдан кейін ұрымыз. Құрметті қонақтар, Ерғалақтар әулетіне қош келіп отырмыз. Бияқа білесің ғой, өзім руым адай. Білмеймін, бірақ дейтім, мынау келіп, мен білмеймін, әлде келіп, еще артынан, мәшінен артын қарасам, маскарым, нелімін дейді жаңа, маматымын деп. Мен оны жаңағыдай сұрап келіп қалсам, менің бауырым шықты ғой. Айыпқа бермаңыз. Негізі бұлай паспорт бойынша өзіңіз білесіз ғой, адайым. Ал құрметті қонақтар, қош келіп жатсыздар бәріңізден. Мына қайнапасына ризамын. Маған не тауып берді жаңа, комплимент кішкене болса да, енді ертең барып тағы да жазып аламын ғой. Маған айтатындарым көп әлі. Ал Ақнұрпес, туған күнің құтты болсын. Самайдылан денсаулық. Жазер екеуім жаңа қайнапаң айтқандай бір жастықты әдемі қартайын. Ал бәріңізге де осындай жақсы болсын, жастан жасқа тола берейік. Ал мына құрдастарым толып жатқан бәріңе де жастарыңмен осылай бәріңе де Ақтастархан, осылай тек 50 жасымыз тойлап, аман есен осылай жүре берейік. Ол қыздарымыздың қызығын бірге көрейік бәріміз. Аңсасында құрметті тойшығым, бәріңізді қош келіп жатсыздар бүгінгі. Үрефем мен Жазираның шаңырағына біріншіден құтты қонысы болсын. Көптен армандағанымыз. 50 жасқа шейін бітірәсін жақсы барып деп ойлап жүрген тамаша хан сарайын салып осылай. Бәріміздің басымызды қосып жатса құтты болсын. Мына жерде Бейбіт аға бар, жеңгейлері бар, апаларымыз бар, қарындастарымыз бар. Үрефем мен Жазираның ағалары, апалары, қайнағалары бар. Бәріңізге де қуаныш жағынан болсын. Ал енді Үрефем, мына бүгінгі мерейлі 50 жасым, 20 жас дейді, құтты болсын енді. Дені сау болсын, өсіріп отқанына, қыздарының, жиендерінің қызығын көріп, аманат сен отыра беріңдер Жазира екеуің. Енді мына тілектердің бәрін айтып отыр, осы бәріне қосыламын, енді оған сен сиясың енді шыны керек. Күнімен мазалайтын енді ауылдағы біздер, бұнда қаладан көп мазаламайтын болар енді. Ауылдан көбіне біздер Айбек, Дәурен, мен, Ербол, біреуіміздің бірдеңіміз сынақ, темір қосамыз, ананы қосамыз, мынаны қосамыз. Бірақ түнде жұмсақ көрген жоқпыз бұны. Түнде кетіп атса енді оны левый өзі. Бізде жарықта 9-дан кейін, базар ашқаннан кейін звондаймыз. Түнде звонда көрген жоқпыз енді. Апай айтып жатыр ғой, түнде тұрып кетеді деп, оған қатысымыз жоқ. Жақсы Нұреке, аман жүріп осылай қайбақ қалады деп. Мана прямой мінезіммен айнагүл айтқан бір дөйт мінезі бар, бірақ мінез жоқ, азғары жоқ. Тез ұмытып кетеді, тез тарқат етеді солай деп. Бірақ айтатын айтып тастайды енді. Аман жүр енді. Жастан жасқа тола бер. Тойшығым Нұрпақпен Жазираның дастарханына жиналып жатырмыз. Нұрпақ 50 жасың құтты болсын, денсаулығың бақытты болсын. Айтамыз енді. Дені сау болып, мына қыздардың, жиендердің қызығын көріп, ортасында үлкен бәйтерек болып отыра беріңдер. Нұрпақ енді айтып отыр ғой бәрі. Біздің енді жалпы группада әулие деген статусы бар ол үшін. 50 жастан кейін енді әулиелікті бастайтын балалар. Не құдіреті бар екенін білмеймін, айтқаны келеді жаңағы. Олай ләп етіп айтып қалған сияқты, бірақ дәл дейді ғой. Сөйтіп жаңағы сондай статус берілді бұл кісіге. Осы несін Асқат құдам деген документін дайындап жатқан сияқты. Сертификатты. Әулие Әбдінұрпақ. Әулие Әбдінұрпақ, әбдісі бар екен ол. Сол енді, бар жақсылықты тілеймін. Жаңа бүгін 50 жастарда болып жатырып қой енді. Нұрпақтікіне көп жиналған сияқты. Ең көбі де. Алыстағы нелер деген келмейді.
осы ұрпаққа келді. Әулиеге. Сол енді. Бар жақсылықты тілеймін ұрпақ. Аман жүр. Қырмызы қосылсаң асқар бауырға берші. Мынау негізі әр неде бір әулие болып болып тұр ғой. Сен алып үште қара әулие дейтін бар. Қайпасектің әйелі бар ма? Не айтам ғой? Алғауда сары әулие, Құрайшайда қара әулие. Бізде сары әулие. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Апа бізде біріншіден сіздерге қуаныштарыңызды берейін. Ұрпақ сіздерге жастарың құтты болсын. Дендерің сау болып ұрпақтарың көтерген болып. Тоғады болсын. Денің сау болсын. Ең немерінің қызығын көріп, аталарымыз бар, солардың ортасында одақпен жүргеніміз. Денсаулық болса бәрі де болсын. Жақсы жерде аман болсын. Азиясын бізде қосып тұрдық, мүмкес, Жазира. Енді ұрпақ енді жасың құтты болсын, дені сау болсын. Өткен айдың 21 деп айтып жатыр ғой бәрі енді. Документ бойынша шатасып кеткен енді. Бір ай күттік, 2 ай бұрын шақырдық енді. Бәрін тексеріп, міне келіп отыр енді. Әулиелігімді көрсеттім. Жасың құтты болсын, дені сау болсын, қыздарының қызығын көріп, жиендердің, құдағайлардың, ағаларым бар, апаларым бар, қарындасым бар. Барлық жақсылық енді, барлық тұмаларына, балдыздары бар, қайнапалары. Барлығына да амандық, саулық. Мен тек жасым құтты болсын енді. Барлық тектерге қосыламыз енді. Ал әулие ұрпақ жасың құтты болсын. Бүгінгі жаңа біраз қызық оқиғаларын естіп жатыр. Мына бажалардың бәрі айтып жатыр ғой, құдаларың. Шынында сен 50 жылда қалай картоп жардың енді. Оған шыдап жүрген картоп та мықты екен. Амандық тілеймін, Жазира екеуің бақытты болыңдар. Bir жастыққа қаратай, әрқашанда аман жүріңдер. Мына бір қызық оқиғаны айтып кетейін. Bir күні ауылда жүріп, Нұрбақты ұстап алыпты участковый. Ішіп жүріп. Сосын документ толтырамын деп, бұны жіберіп қойған, бұл барғанда басқа нөмірден алып, менің атынан телефон соғып участковыйға айқайлапты. Не, жалғыз жетім баладан көріп қалдың ба? Басқа жоқ па ешкім? Жібер айды ана баланы. Бар ма ана басқа жігіттерді? Ана участковый амалшы протокол деп тастапты. Оны ешкім істей алмайды, тек қана болсын бұндай болсын. Ауылдың участковыйын алдырып жүріпті ғой. Аман жүр қайтар үшін. Ағалар, жеңгелер, сіздер де аман жүріңіздер, құдалар, бажалар. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Барлық әңгіме айтамыз ғой. Досымыз, служаемыз, бесалдай болса да бірге өмірді көріп, бірге жүрген жігітпіз ғой енді. Служама, дастарханымызға қош келіп жатсыңдар. Енді бүкіл ағайын тума, құдалар, барлық бәрімізді осы бас қосып, осы қуаныштарға уақыттарыңыз өтіп кетіп жатқандарыңызға біріншіден көп рахмет. Енді Нұрпейісінің да болсам енді бір күлкі, ойынды ұмытып қалып жатыр қазір. Жігіттер сөз сөйлегеннен кейін. Нұрпейіс, Жазира, енді қайырлы жасың болсын. Жасына жас қосыла берсін. Осы денің сау болып, осы қыз күйеуінің қызығын көріп, жиендерінің қызығын көріп, ұрпақтан арғай өсе берсін. Енді жаңағыдай жақсы әңгімелер айтып жатыр ғой, оның бәрі саған сай, саған ыңғайлы. Өзім жақсы көріп сені. Қанша группада қосып жүрсеңіз бәріміз отырып қой. Түндемейміз, күндемейміз, бір түнгі 2-де бірдеңе жазып берсек те, осы Нұрпейіс шығып амандасып жатады маған деп. Жатыр дейсің жоқ, басқаларының бәрі болып отырады. Ол артынан нағды сөйлейді, оған сөйлесіп болсам шатарыз деп қалам ба дегенде. Ол кісі тіке шығып, аман саулық сұрап жатады. Аман жүр қайда да, денің сау болсын. Қазір. Ал енді барлықтарымыз енді осы Нұрпейіске жаңа келіп отырған достары, жолдастары, осы 70 жасырмай осы бәрі келіп отыр. Атыраудан, Ақтөбеден. Өйткені Нұрпейіс служба. Сені жақсы көргенсің, сені сыйлағасың бәрі келеді алдына. Өйткені сен керемет жігітсің, мен сені жақсы көремін. Жазира екеуміз қайтадан бақытты болыңыздар. Осы мына құдағайларымызға да айтатынымыз сол. Керемет жігітке
қызымыз тап болды дейді ғой. Енді біз қазір ата болдық, алдымыз ата болып отыр ғой. Енді әке болып отыр, енді біз мысалы келін алып жатыр балдарымыз да, сондай ғой, мағына ғой. Ары қарай біздің ұрпақтарымыз жақсы жүре берсін. Енді біздің жігіттер енді өзіміз болғасын, енді қасында көп болады ғой. Бала кезімізде бір өскесін, кәдімгі нәрсе жатаққа соны айта береміз. Аман жүрейік. Сіздерге тек бақыт, айтатын сөз көп еді, айтылмай қалып отыр. Керемет болдық. Аман жүрейік. Біздің көп сөз жоқ, құрметті қонақтар, мына Ерғап бір өретті болған тойға қош келдіңіздер. Қайнаға, бір жарасақ не айтсыңдар. Құда да болады, бұл нағашта болған бұл кісіге. Не айтсыңдар бұл жарасақ боласың. Бұл жерден адамдар бар ғой, қалып қала болсын. Бұл біздің жетісінің ішінде қала болмыз. Ерекше адам дейсің? Ерекше адам, ерекше жаратылған. Жасың құтты болсын. Құрдасым, қайнаға дейтін. Өздеріңнің бақты өміріңіздің өсірген ұлқынның қызың ғой. Аман бол. Өсіп өркендей бер. Арамызда ойнап өре бер. Аман бол бастысы. Енді сенің артында бір қайнаға айтайын бір ойлар жаңа қайнағым айтып тұр. Біз қарамасақ та, қарамасақ та сенің артында жер бар ғой. Әрісі мына Москва, әрісі мына Алтайға деймізді біледі деуге. Кел отырыңыздар, мына поворотта. Аман бол. Өсіп өркендей бер. Амантар жастар. 100 жыл оған жассын. Мен айтам ғой, қысқа жолын құдай ғой. Біздің молай дейік. Ал жақсы енді құрметті қонақтар, осы тойға, біздің тойымызға деп айтайын енді, біздің тойымыз ғой. Айып етпеңіздер, кішкене ұзақтау кетіп қалып жатқан бар енді. Құдай көсін бесін бар, осы 73 бар, 74-тен жаңызымен деген сияқты. Сондықтан кішкене болса да шыдайсыздар енді. Айтып жатыр, бәрі айтып жатыр. Бәрімізді айтқымыз келеді. Осындай тойға келгесін, алыстан атарысып келгесін, бір-екі ауыз тілегімізді айтқымыз келеді. Сондықтан шыдамдық танытып тыңдаңыздар енді. Айып өтпеңіздер. Мына бүгін тойды басқарып отқан Мейірман інім, мына ақындық деген бір-бірімізге түкіртпен болса да жоғары ғой. Қатты көрген екенсің. Өмір өзен ағып жатыр, тоқтамайды. Құймай-ақ қойыншы шоққамайды. Айтақаным негізінде көп сөйлемейді, бірақ та бір сөйлесе тоқтамайды деп. Сөзімді жалғастырайын. Ал енді, құрметті қонақтар, баршаңызға рахмет. Бияқаң бар, бияқаң, бәрі бияқаң еді. Мына шаңырақтаңыздар, шаңыраққа бәріміз бір шаңырақсыздар ғой. Осындай қуаныш болады. Нұрпейіс деген біздің өзіміздің мысалы жүрегіміз шындай дейді. Осындай қуаныштарыңыз ұзағынан болсын, дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңызға осындай қуаныш тілей беремін. Құда-құдағайлар. Такая же ерунда деген. Енді мына мен айта кетейін, мына Бейбіт ағам айтып кетті мана негізінде. Мен соны айтқым келмеді, Нұрпейістің үйге алып. Мына біздің ауылға такси жүреді, газель жүреді. Мен сол газельмен келдім бүгін қалаға. Сол газель мына шалқар, через шалқар жүріп жатыр еді ғой, басып таянды. Сосын бүгін ақырақпен жүрді ғой. Сосын мен ойладым, ай тағдыр ғой дедім. Енді Нұрпақ поворотта өтеміз ғой. Тағдыр деген мені соған алып барады. Амансыз жететін болдым ғой дедім. Сөйтсем, ана жайықтың ресурсын қалған екен. Ана мыншақ жолмен жүрілмеді екен де, сосын келген екен. Ал рахмет, сол сенің арқаңда, сенің поворотыңды да көрдім бүгін. Көптен көрмеп едім бе? Сол аман есен жеттім, қуанышың ұзағынан болсын. Жігіттер, 73, жолдарың бола берсін. Алға өсе беріңдер, өне беріңдер, жастан жасқа жете беріңдер. Тағын айтқым келеді. Айналайын Мейірманжан өнерін істей берсін. Осы біздің жігіттердің тойын тойлап жүре бер. Айналайын ағам. Мына 73-дің ішіндегі ең үлкен осы. Тойдан тойға жете берейік. Кімге берейін?
Мына мынау ренжіп жүр мандан бері. Мынау папасы, папа. Балда сөйлемесін деп тұр ғой. Жастар ғой. Қазақ енді мына енді құрметті мына енді ұрпаққа құрдасымыздың ағайын бауырлары, қадалары, апа жезделері, баршаңызды бүгінгі қуаныштарыңызбен бүгінгі Нұрпейіс құрдасымыздың мерейтойы, 50 жылдық мерейтойы құтты болсын енді. Ал енді досым, балам жастан жасқа толы ме? Деген сау болсын енді. Мен 5 балам бар еді, енді 6 сон ұрпақ. Келдім Жазира. Біреуді мен сеп апым айтамын деп қорықтым бұл деген. Деген сау болсын, бала-шағаның қызығын көр енді. Жастан жасқа толы ме? Ағалам деген жасап сен жасай бер енді. Құтты болсын, ау. Маман ерген. Мамасы менің қарындасым. Нұрпейіс жасың құтты болсын, дені сау болсын, жасыңызға барлық елдерінің қызығын көріп, Ал барша тойшы қауым, ал бәріңізге той құтты болсын. Мына Нұрпейістің ағалары енді өзіміздің кезінде бірге біз кішкентай болсақ та, мына үлкен ағаларымыз отыр, мына жерде Бейбіт ағамыз, Бейіс ағамыздан қалай таяқ жеп өскен жігіттеріміз ғой бәріміз енді. Ал ағаларым сіздерге қуаныштарыңыз құтты болсын. Әр уақытта осылай мына інілеріңізге бауырмалдық көрсетіп, осылай жүре беріңіздер. Жеңгелеріміз енді өздерінің ізеттік іздерін көрсете берсін. Жазираның енді осындай жерде тұрып, осындай атақ алып отқаны осы жеңгелердің арқасы деп ойлаймыз енді. Ал құтты болсын. Жеңгелеріміз сіздер де жол көрсетіп әр уақытта жүре беріңіздер. Ал Нұрпейіс досым, құтты болсын. Енді сен бір бұл жігіт енді айтар көп бұл жігіт жөнінде. Мына қалаға ең бірінші келген кезде, мына қаланың жігіттеріне сенбеймін деп келген жігіт еді бұл жігіт. Сенбеймін деп келіп кішкене байқамай айтып қалды ма, или білмеймін бір аңғаттықпен айтып қалды ма әйтеуір. Біздер бұл қарай азымыз мына қаладағы жігіттер кейбір ренжіген бар енді. Содан енді артынан өзі кешірім сұрап енді айтты енді өзі айтатын. Бірақ енді дұрыс, сақтанып, нық басып келуі дұрыс қой енді. Сол қаладан одан кейін келді, енді қаланың жігіттерін көріп өзі жақсы араласып кетті ғой бәрімен. Әр уақытта осылай көңілді болып, Жазира екеуі өте мықты азамат пен азаматша, осы бүткіл қуаныштарға, жақсылықтарға араласа алатын, мынандай өте өздері орнықты, тәрбие көрген азамат жігіт пен азаматша ғой. Бәріңізге Құдағай жақтарға бәріне көп-көп рахмет. Апайды көре алған екенсіздер. Осылай Нұрпейістің анасы деген Нұрпейісті өмір бақи өзінің тұңғышы болғасын, өте аяла, кенжесі болғасын тұңғышы деп бұны кешірерсіздер. Кенжесі болғасын өте аяла, осылай жақсы көріп, өткен ана. Енді аналар солай ғой бәрі. Бәрі болғасы жақсы, бірақ ішіндегі ең тәуірі кенжесі ғой. Сонда біздер үйге Нұрпейіске армиядан келген уақытымыз сол шауып барып Нұрпейіске барамыз. Сол уақытта мамасы шығады да бізге, біз енді көрші жақындау кішкене араласып тұрған адамбыз ғой. Маған айтып, Бекбат, пожалуйста, Нұрпейіс үйде дейді. Бірақ сендер Нұрпейіс үйде жоқ деп айтшы дейді. Содан мен шығамда құрдастарға айтамын, Нұрпейіс жоқ деп айтты мамасы. Сонда үйде екенін білемін, бірақ мамасы енді андай бізбен бірге жүрсе бірдеңе ұшырап қала ма деген сияқты ойлар болып тұр ғой енді мамасының. Сонда маған попросить етіп тұр, мен шығып құрдастарыма Нұрпейіс үйде жоқ деп айтып тұрмын ғой. Сөйткен жігіт қой енді. Бәріміз осылай өсіп, осы күнге қазір мына үлкен 50 жас, 100 жастың жартысына келіп, Нұрпейіс мерейтойың құтты болсын. Әр уақытта Жазира екеуің бақытты болып, осылай жиен немерелердің барша қызығын көріп, тек осындай барша өзінің тума-туыстарының арасында қалаулысы болып жүре бер. Азамат, давай, мықты бол. Сейчас смотри. Енді Нұрпейіс, Жазира, 54 сән құтты болсын. Енді құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Бұл жерде Бейбіт брат бар, Бейбіт брат бар, апашкілер бар, қарындастар бар. Бұл жерде қажет бар, бажалар бар, құдалар бар. Қош келдіңіздер. Мына Нұрпейіс пен Жазираның дастарханына енді жаңа айтып отырмын нұрбақ жайлы. Бұл әңгіме көп оны. Көп айтып, жаңа уақытта озбайық. Озбайық. Ал
нұрпақ жасы жасқа тола бер. Осылай бала шағаның, жиендердің қызын көп жайлы күн жүре беріңдер. Ал енді құрдастар, сіздер сол аман болыңыздар. Осылай елу жас тойлап жүре берейік. Ал енді құрметті қонақтар, бәріңіз енді мына біздің Нұрпейіс құрдасымыздың ақ дастарханына келіп қалып жатсыздар, уақыттарыңызды бөліп, қош келіп жатсыздар. Ал енді Нұрпейісжан, бүгінгі елеулеп келген 50 жасың құтты болсын, денің сау болсын, еңбегің жемісті болсын, несібегің мол болсын. Осылай тек балдарының арасында Жазира екеуің әдемі қартаюға Алла сіздерге нәсіп етсін. Бала шағаның қызығын көріп, тек өмірде тек алдарынан тек жақсы күн туа берсін деймін. Енді манадан бері жақсы тілектер айтылып жатыр ғой, соның бәрі Алланың періштенің құлағына шалсын деймін. Нұрпейіс жайында да жақсы тілектер айтылып жатыр. Еліміздің жарты ғасырға келгенде тарихқа енейін деп тұрсын. Сол тарихын осы еніп қалсын, алға қарай сар шашта ата болып, ақылшы болып, Жазира екеуің тек жақсы қартаюға Алла сіздерге нәсіп етсін. Енді мен жолдасым бар, Еламан деген. Бәріміз бір класста, бір неде оқығанбыз. Жолдасым жұмыста жүр. Дұғай сәлем айтып жатыр сіздерге. Орақайым, сәлем айтып жатыр. Аман бол. Тек Жазира екеуің балдардың қызығын көріңдер. Мадан бері жақсы тілектер айтып жатыр ғой, соған нәсіп етсін. Отырған орындарың тек төр болсын, жегендерің қазы қарта май болып, айдағандарың қой болып, еліміз тыныш, бейбітшілік заман болсын. Ал енді аға жеңге, қайырлы жастарыңыз болсын. Енді бауырларым отыр, апа жезелерім отыр, сіңілерім, күйеуалдарым отыр, құдағи заттар бар. Бәріңізге де көп рахмет. Осындай ағам мен жеңгемнің дастарханына бәрімізге қош келіп, бір кісідей жұмылып, бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып, бәріміз тату тәтті бір дастарханнан дәм татып жатырмыз. Енді аға жасыңыз құтты болсын. Үлкен бәйтерек болыңыз, жапырағыңыз жайыла берсін. Ұрпақ қызығын көруге Алла нәсіп етсін. Немере жиендеріңіздің қызығын көріп, ортасында шалқып отырып өмір сүре беріңіз. Ағайын туыстың ортасында бүкіл жақсылыққа сиясың, аузың ашса көмекейің көрінеді. Барлық әр семьяда болады ғой жағдай. Қандай жағдай болса да ұрпақ деп бәрі ызамдап жатса, бәрінің жайын тауып жүреді. Сондықтан барлық жақсылықтарың Алладан қайтсын, алыңнан ақ күз тұрсын, тек жолың ашық болып жүре бер сайрап. Тек барлық жақсылық тілеймін шаңырағыңа. Құт береке дарсын шаңырақтарыңызды. Береке бірлік болсын. Тек жақсылық пен қуанышты стақанда келесе берейік. Қош келдіңіздер. Айтып өткен тілектер қабыл болсын. Бізден ұрпақтан кластасымыз. Мазақ қылмаңдар. Тілектердің бәрі қабыл болсын. Москваға бірге жұмыс қылып жатыр. Оны қанып кештен кешті ғой. Таңертең ерте Химкадан шығып, 3 вокзалдар олап кешке қайтып келеді. Менен бұрын келіп отырады. Ойын көлік аралас енді. Бұл рас, болған оқ. Тілектер бәрі қабыл болсын. Аман болайық. Бәрін де аман болайық. Той құтты болсын. Жақсы тілектер айтып жатыр. Нұрпейістен жасым құтты болсын. Нұрпейіс атаудан нұрпақ дейді. Қазір Нұрпейіс болдым ғой енді. Нұрпейіс. Папаратыңа ден айтып жатыр. Бәрін жақсы жерін алып, жаман жағын итеп тайсын ғой енді. Жақсы жасқа тола бер, денің сау болсын деп осылай Жазира екеуің манан айтқан бір жасты артайында. Жиендердің қызығын көруге Алла нәсіп етсін сендерге. Той жауым деп бәріңе де осындай той жоғысты болсын. Осындай жақсы дастарханда кездесуге Алла нәсіп етсін. Той құтты болсын. Болдық па? Аллах қояйық. Ал құрметті қонақтар, енді ренжімеңіздер. Біраз уақыттарыңызды алдық. Дей тұрған мен сөйлемей кете алмаймын бұл жерде.
мынау класстас қыздардың 70-тердің ортасындағы бір қызбыз. Мына жерде Гулия, мына жерде Айзада үшеуміз еді. Келіндерге рұқсат бердік, енді амалымыз бар ма? Қазір сондай заман жайлап аттан қарап тұрамыз, сөйлей қойыңдар деп. Мына келін сөйледі, потому что ол күшпен. Мына келін сөйледі, ол потому что досымыз. Ал, кешірім сұраймыз, жақсы той өтіп жатқан сияқты мына жерде. Біздер Нұрпейіспен бір ауылда өсіп, бір жолы дүниеге келіп, бір көшеде жаңа мені қоспай кеткен негізгісі былай. Айтпай кетқасын, ладын деп шықпаған дұрыс болған деп. Сүт нағашысының бір мен едім негізгісі. Потому что әже мама деді менің. Ұмытып кеткен ғой, ладно, 60 жасында шығарар мені. Соны айтып тұрған жоғын ба, жиендердің ішінде кетуім керек еді, байқамай алдым. Ал құрметті қонақтар, бәріміз де қош келдік. Бүгінгі кешіміз басталғалы Нұрпейіс жайлы өте жақсы не деп айтайын, естеліктер айтылды, керемет бір жақсы. Расымен бір ер азаматтың бойындағы Нұрпейіс деген просто жарым болған жоқ, жаңа құдаға айтпақшы. Просто жарым болған жоқ ол деген. Просто үйдің күйіндесі болған жоқ. Ол еркелей жүре, жаңа өздеріңіз естіңіздер ол. Жаңа таза болған даже бала түгіл сиырды шыққызбаған. Есті жарым болған бұл. Енді расымен енді біздер ата-анасын көре қалдық, енді әкесі ертерек кетті ғой дей тұрған, мен енді анасы расымен қамқорладым жерде. Серік аға, Бейбіт аға, Серік аға, Бейс аға, ол кісілер енді кішкене бір көрік беріп, сана беріп, кішкене алға ұмтылған. Бұл кісіге енді жаңа еркелікті көп берген, бұл еркелей жүріп, бірақта деген жаңа айттым ғой, еркелей жүріп барлық шаруасын маған болған. Нұрпейіс жаңа жігіттердің барлығы айтып жатыр ғой енді, осыған дейін Нұрпақ болдың енді, қазір Нұрпейіс аты құтты болсын деп, желу деген ердің жасы бір құтты жасың болсын. Жастан жасқа толып, осылай жаңа құрметті, жақсы шаңырақтың иесі бола бер. Енді мен де біразын жолын оқиға айтып кете қояйын мына жерде. Кластасымын болды. Жәйіме қарап жүрмеймін бе? Оралға келді ғой. Келе жатыр мәшіне мен. Баяғы аяғы құдай ғой. Бұл нарушитель бешіп жармайды ғой. Нарушитель кен. Алған гаи ұстаған. Артында жақия баран свидетелі. Гаи қасына келген шының. Серден ашады ғой, не дейді анаған. Сіз тәртіп бұздыңыз ғой дейді. Мынау айтады. Арттағы жігітпен сөйлес. Арттағы жігіт машинада жақия ғой. Мұрны қоңқиып. Біздің ұлт емес басқа ұл. Конечно, біздің гаилер кішкене қорқа бастайды. Ол жақия деген тек қана жер бетінде жарты адамды біледі. Жердің астында жарты адамды біледі. Амал жоқ кетіп қалған. Жақсы брат, бас деген. Сөйтіп барғанмын ке. Жердің астындағыларды да қорқытып жүр. Не то что беті. Ал, Нұрпейіс, аман жүр. Денің сау. Өмірің ұзақ болсын деп айтам. Енді мына жерде айта кетейін. Мынау барлығын айтып жатыр ғой мына. Біздің азамат жігітіміздің осындай азамат болып, ардақты бір класстасымыз, бауырымыз, құда болып, әке болып, ата болып жүргені біздің Жазира келініміздің де арқасы. Қол соқпайды. Расымен жаңа айтады ғой. Расымен қазақта айтады ғой. Жаңа жақсы әйел, жақсы еркекті төрге шығарады. Жаман әйел, жақсы еркекті көрге сүйрейді деп. Жазира келінімізге рахмет айтамыз. Жалпы біздің 73-тің жігіттері шүкір, Аллаға шүкір, барлығы да жақсы. Келіндерді жақсы таңдаған. Арқасында тост айтып қоятындар болмаса деп. Жазира айналайын. Саған рахмет. Біздің класстасымызды осылай төрге сүйреп, осындай керемет үлкен құдай етіп, ата етіп, ардақты бауыр етіп, ардақты жолдас етіп, ортада ұстап жүргенге. Нұрпақ қойын, Жазираның да орны өте бөлек. Жазирасыз бізде дискотека болмайды. Жазира келмесе, дискотека жоқ, шын айтам, бәрі отырады сімірейіп. Жазира келді ма бітті, начинается, гулеп арқасынан. Рахмет, Жазира. Жазира, саған үлкен рахмет айтамыз. Осылай біреуің ардақты ата,
біреу ардақты әже болып сол ғұмырға жеттіңдер, ары қарата да жақсы ғұмыр сүре беріңіздер. Сіздердің жақсылық қуаныштарыңызда біздер келе берейік. Шаңырақтарыңыз ешқашан ортаймасын. Жаңа айтып кетіп жатыр ғой, анасы деген өте жаңа Құдағай айтып кетті ғой, қидың үстіне Құдағай шығып қараған деп та. Құдағай тек өзі шыққан жоқ, мойында мына қалып отыр ғой. Көрмей алдыңыз. Сөйтіп еркелетіп өсіргенше бала осындай болып керемет. Біз сендерді құрметтейміз. Біздің ортаның гүлсіңдер, аман жүріңдер. Тек қана жақсылық қуаныштарда жолығысып тұрайық. Нұрбақ Бауырына барып келетін уақыт болды ғой. Сөз бермесек, басты күні жас батырдың куә ғой жастығына, ағайын құрметпенен сөз берейін ДБТ-ның архивінің бастығына дейін. Басырып сезімге құлай. Нұреке бұлай тұр, ескенттен екі ғашықтың ортасынан ұрпақ түседі дейді деп жосында, бұлай тұр. Нағашы, жасың құтты болсын, денің сау болсын, отбасың аман болсын. Енді бүгін ердің жасы 50 дейді ғой, сол есеп беру тойыңды жасап атсын, ал артыңа қарасаң, жақсы өмір сүрген сияқтысың, алдыңа қарасаң, әлі алар асуларың көп сияқты. Өмірде тек әр уақытта алдыңнан дейтін. Енді Нүпейстің бауырларына, ағаларына, апаларына, жезделеріне Нүпейске айтты. Жақсы тілектер не істеймін, қасыңдағы сүйікті, сүйкімді жарың Жазира аман болсын. Міне қазір дейтін, Жазираның еңбегінде көріп өттік, әр уақытта дейтін екеуің бір қызығып қарайтын жұмысыңдар, әр уақыт. Жазира дейтін, ортаңды көтерсе, сен қасыңда жүріп соған дейтін, әр уақытта құрдастардың ешқандай дейтін отказ бермей, қай жерге де, қай елге де жеткізіп жатасың. Осы машинаңмен ешқашан дейтін, мен сенің дейтін отказ бергеніңді көрген жоқпын. Сол астыңдағы тұлпарың сынбасын, қасыңдағы жолдасың аман болсын, тек жақсылықта осылай әрбір дейтін күндеріңізді осы жиендеріңіздің жақсылығымен дейтін жақсылығын тойлап жүре беріңіздер. Енді саған сені мақтауға да болады, сенімен мақтануға да болады. Осы тек өтірекін бақытты ғұмыр кесіңіздер. Мақтауға болады, мен өзім дейтін Нүпейспен мақтана аламын. Қай сөзді де, құрдастардың қай сөзінде, қай дейтін қатты айтып атасыздар, не айтып атасыз, соның сөзін ешқашан кек сақтамайды, сол барып атады ғой Ризатқа. Ортаға дейтін кек саққа қалып қойып атқанын көрмеймін, сол ортаға қайтадан еніп атады, сөзді елемей, қасында жолдасымен. Енді Нүпейстің ағаларына, жеңгелеріне, мына жерде дейтін апа жезделеріңізге көп рахмет айтамыз. Осындай дейтін Нүпейстің жақсылығын көтеріп атасыздар. Жезде сізге вообще
Рахмет. Осы Динаның дейтін, Динаға кешірімге келгенде осы сіздердің бірліктеріңізді көрдік. Bir туғаннан не пайда, бірлігіңе егер болмаса дейді, осы бірліктеріңізді көріп, осы апалар дейтін, жеңгелер дейтін, қазанның басында жүгіріп жүріп, келген құдаларын, құдағайларын дейтін, не істеп, құрметтеп. Енді Жазира жақтары да апаларын, құдағайлар болады ғой да бізде, құдағайлар, Жазира жақтың. Олардың апаларына да рахмет айтам, әр уақытта дейтін, осы Жазиралардың жақсылығын асырып, жамандығын жасырып, осы ортаны дейтін көбейтіп жатыр. Жақсы тағаммен, жақсы өнермен, жақсылықта кездесетін ұрпақсыздың отбасыңызда. Апамның дыбыдыда істейтін микрофон ұстағаннан көріп тұрған бұдай ұстап тұр. Кескөреген ақ болған ғой. Мына кісілер арақ шарапқа кетіп қалмай тұрғанда фотоға түсіп алыңдар ішкен. Жазира апа. Құрметті қонақтар, рахмет келіп жатқандар, өзім ағайын тумама рахмет айтам келіп жатқандар. Құдағайларға рахметін айтам. Нағашыларыма рахмет айтам енді. Құрдастарыма, Атыраудан келген, Ақтөбеден келген, Жайпақтан келген, Өрентіден келген, Оралдан келген бәріне рахмет айтам. Апа жеңдер бар бұл жерде, қыз күйеулерім бар. Қыз күйеулерім бар. Рахмет енді бәрін толқып атырмын. Еліме келген енді қазір біліп атырмын, еліме келген. Негізі бірге туғаным Айзадан міне. Мені қара. Июльдің 21-і, екеуміз бір сағат. Бүлдетте бір сағат. Бір сағат арасы бір сағат. Ал, тыңдайық ағай мынау. Қорытынды лебіз сөйлейін деп жатыр. Лебізділік тыңдайық. Жүрегі жалды лебізін ақтарсын енді сіздерге деген. Бағанадан бері сіздер тыңдады ғой. Егенде Айзат екеум бір сағат арасы. Бірінші мен туған, менен кейін Кәмшат абым. Кәмшат абым туған емес, Кәмшат абым ол кісіні туған деңіз я. Жақынырақ тыңдайық. Қырауай. Салам бір рахмет сендерге енді бір подарок жасап жатсыңдар. Бала шағаң қылып көріп, WhatsApp-та қатты айтып жатқан балам, қатты айтсам дұрысын айтамын мен. Тыңдайық, ағайын. Құрабайды мен сенің пәрмен құрабайды болды. Сәкінді айтпен мен. Мен адамым отқан қаламдым.
Енді мойындаймын шынымен. Тыңдай. Тыңдай ағайын. Біздің қуанышымызды бөлісіп келіп жатқандарыңызға көп рахмет. Енді баршаңызға жастарың құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болыңыздар. Жақсы тілектер айтып жатсыздар, бәрі қабыл болсын, толғандарыңыз бар, толатындарыңыз бар. Бәріңізге де құтты жастарың болсын, дендеріңіз сау болсын, аман болыңыздар отбасыларыңызбен. Енді алыс жақтан келіп жатыр, Атырау, Ақтөбе деп достары. Рахмет едім. Тыңдай ағайын. Отбасыңмен аман бол, аман есен жаның қалсын сенде. Аман жер жолың болсын, баршаңызға алыс жолдан келгендердің жолдарың болсын. Көп рахмет, дендерің сау болсын, өзіме тілеген тілектерді сіздерге де тілеймін. Осындай жақсы қуанышты күндеріміз көп болсын. Асаба сізге көп рахмет. Біздің қуанышымызды бөлісіп, жақсы ұйымдастық деп ойлаймын. Көңілімізді жинап, аман бол, бір басың екеу болсын. Ел азаматы, ер азаматы болып болса, өлеңді еліне жақсы дейін. Енді жақсы бәйгелерден орын алыватсын, биіктерден көріне бер. Енді рахмет. Күрінчені жаңа, ғапыра бастағанда айналып кете береді өзі. Рахмет бәріңізге көп. Егім сол. Рахмет айтам, тамадыдың да сізге рахмет. Бана видеоға түсіріп атқан інім сізге рахмет. Бірінші келген Айдаханмен Ләйлаға рахмет. Артық келген кім? Байдың баласына рахмет айтам. Ғапыраға артық келіп отыр, бірінші келіп отыр. Онда рахмет айтам. Нағашылар, байдамын. Келіп отыр, бұл тайпақтан келіп отыр. Аман болыңдар, отбасыларымен. Рахмет, кішкене қатты шыдасаңыз, мына жаққа шауа беретіндеріңізді енді. Құттай қалды ғой енді. Ал бәрекелді, рахмет. Мынау Нұрбан ағамыз 9-шы этажда тұрады екен. Кезіндегі бірінші училищенің жатақханасы бүгінгі таңда хлеб заводтың қарамағына өтіп кеткен. 9-шы этажда тұрады. Бұрын дейді, бұл кісі жоқта дейді, бірінші талай тойларымды бастап барам. Ал әзірге міндетімнен құтылдым ғой. 5 сағат бұрын бір жазып, бір сызып берген тойдың тізімін өздеріңізге кейін қарай тастап барам.